Страшно, жігіттер, страшно. Көтеніңіз бәрі жыбырлап, кайф ұстап атса, ол сіздерге капитанский сиденьяның берген рахаты. Дәу көтені бар қыздың өзі кайфпен отырады ғой. Қалай бұлар байлар кайфовға жетеді. Аяқты бұлай саламыз. Мама, бөлек екен. Ооо. 222-ші кузовта жасап тастаған. Өзі сорып алады есігін. Toyota автокөлігін қалай саздап етіп тастаған. Бұнан созылып тұрып спальня ретінде ұйықтасаңыздар да болады. Алматыдан Атырауға, Ақтауға кетіп дейтін машиналардың бірі осы ғой. Ассаламуалейкум, құрметті достар, біз қазір таңғаларлық жағдайдамыз. Сіздермен біздер де таңғалып жатырмыз. Енді сіздерге де нақтырақ көрсете кетейік. Детилен центрдің орталығындамыз. Қытай кетіп қалған. Толыққанды жүріңіздер, ішіне көрсетеміз. Дәл қазіргі сәт, дәл осындай Mercedes минивендерді және де жаңа машиналардың, ескі машиналардың барлығын жаңа қылдырып жасау орталығы. Яғни, мына машина Mercedes болса, шамамен бір 2006-2007 жылғы Mercedes, соның барлығының мына решеткаларына дейін, передний бамперіне дейін, фарларына дейін, тіптен салонын, іш сыртын полный ауыстырып тастаған, яғни 2007-ні 2023 қып қайта туғызған. Дәл осындай орталықтамыз. Сіздерге полностью көрсете кетейік. Мұнан қараңыздар. Есіктерінің ішкі бөлімдерін полностью сыпырып алып тастайды да, новый 2023-тікін салып, жаңа машина қып создавать етіп шығарады. Полный креслоларына дейін, пульттарына дейін, панельдеріне дейін полностью новый создавать етеді жігіттер. Енді одан бөлек мұнан қараңыздар. Мынау деген енді керемет қой. Мынау капитанский сиденье, капитанский кресло. Енді бұл жерде сіздердің полный массаждарыңыз, барлық управлениялардың бәрін осы смартфон арқылы басқарамыз. Каждый сиденьеда бір смартфон тұрады, осы арқылы барлығын басқаруға болады. Енді ішін қараңыздар, енді мен артық әңгіме айтпай ақ қойын. 2007 жылғы өздеріңіз Mercedes телесіздесті, салон, сол салонның орнын полностью ауыстырыңыздар, сыртын ауыстырыңыздар, жаңа Mercedes дәл осылай тебетін боласыздар. Вообще кайф, артық сөз жоқ. Дәл мына жерде мониторлар тұр. Бұл монитор арқылы сіз телевизор ретінде кино көрсеңіз болады, ұзақ жолға шықсаңыз болады. Алматы қаласынан Атырауға, Ақтауға кеттік десеңіз, дайын, водителіңіз дайын болса, осылай капитанский креслода отырып, аяқты соғыз қойып, массаж создавать етуге болады. Ал толыққаны сіздерге осы жерден көрсете кетейік. Так, ашамыз. Мына жерде көріп тұрсыздар, полностью аяқты көтеретін системасы, яғни немізді аяқты көтереміз, осылай. И созылып жатуға болады, и сиденьені артқа жатқызатын системасы да бар екен. Бұл деген бөлек. Дауыс сезіп тұрсыздар ма? Бұл массаждың кайфы. Сіздің арқаңыз, көтеніңіз бәрі жыбырлап, кайф ұстап атса, ол сіздерге капитанский сиденьяның берген рахаты. Бұл бөлек енді. Ал, толықтай мынаны түсіріп тастайық. Қазір қайттан жалғастырамыз. Сиденьяны көтеріп тастайық. Так, тағы не айтуға болады? Главный нәрселердің бірегейі, мына астыларыңызда қарасаңыздар, бұның бәрін мрамор қып создавать етіп тастаған. Полностью мрамордан салған. Мрамор тастың үстінде отырасыздар ғой. Ал алдыңғы салондарын көріңіздер. Алдыңғы салондар бойынша рульді да, панельдерді де полностью сағаттардың бәрін қойып, кәдімгі 2023-тің салонынан машиналарды шығаруға болады. 2006-2007-лерді дәл осылай жасап аласыздар. Ал төбеге назар аударсақ, төбенің өзі қазіргі бізде хит болып отқан қаната сияқты, инопланетандық болып отырмыз. Марс болып отыр, Марс. Корабльде отырмыз. Бұның светтерін ауыстыруға болады екен. Яғни үстіңіздегі қазір көк цветі болса, осындай арнай пульт арқылы бұның да светін ауыстыруға болады екен. Қазір толық көрсетейік. Осылай өздерінің басқарушы пульттары болады. Ал кеттік ал. Біз қазір міне сары светке, басқа да светтерге ауыстырып жатырмыз. Кайф.
көріп ғой. Светтің қалай создавать етіп ауысып жатқан. Салонға подсвет келеді. Көк десеңіз көк, сары десеңіз сары, разный светке қойып алуыңызға да болады. Задний кресло. Задний креслоны көрсетейік. Мына задний кресло деген кресло емес. Спальный төсек қой мынау, спальный төсек. Мынаған қараңыздар. Бой, родной ғой мынау деген. Отырсыздар. Полностью кожаның качествосының өзі топ. Мына кожа качество деген ема бізді Қазақстанда мынандай кожа жоқ шығардар. Сұмдық мынау деген, сұмдық. Мына көтені қоятын астыңғы сиденьяларыңыздың өзіне жалпы айтқанда дәу көтені бар қыздың өзі кайфпен отырады ғой. Ал мына алдыңғы сиденьяларды, алдыңғы бөлімді көрсетейік сіздерге. Рульдан бастап, полностью есіктен бастап жасап тастаған поликтарына дейін, салонның ішкі бөліміне дейін енді қатырған ғой, короче, мына рульдің өзі қолыңызды керемет сезімде бөлейді. Енді артық сөз айтуға келмейді, тіптен сағаттарына дейін қойып, подстаканчиктарын қараңыздар. Керемет енді мына панельдерді, ана төбенің барлығын. Йо-май, мұнаның өзін кожамен қаптап тастаған ғой. Керемет. Мына жақты қараңыздар. Йо-май. Тәтесі, сіз камераға қараңыз. Страшно, жеттер, страшно. Алдағы уақытта біз создавать етеміз деген үміттеміз. Жігіттер, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандағыдай Toyota автокөлігін қалай создавать етіп тастаған. Салондағы шыққан түріне ұқсас, яғни салондағы түрі сияқты болады, бірақ ескі машиналарды дәл осылай жасап тастаған. Ал кеттік, алдынан бастайық. Сыртқа бампер бөлігі де және де сыртқы бөліктердің барлығы ауысқан, ішкі есігінің ішкі бөлімі де полностью ауысып, қапталып, создавать етілген. Алдыңғы рульдар, алдыңғы передний пассажирді қараңыздар, поликтармен бірге, панельдермен бірге полностью керемет жасап тастаған. Алдыңғы бөлімнен тағы не айтуға болады? Мониторды көріп тұрсыздар өздеріңізге. Және де осындай стакан қойғыштарды. Мынау холодильник, жігіттер. Холодильник дәл осылай. Сусындарыңызды, кез келген затыңызды суытуға болатын бөлім екен. Мына жерде подстаканчиктар, жігіттер, подстаканчик. Керемет. Рульдің барлығын, сиденьяның барлығын бәрін ауыстырып, мықты жасап қойған. Ал артқы бөліміне келсек, артқы бөлімінде мен кайфовать етіп отырмын. Дәл қараңыздар, капитанский орындықтарды қойып тастаған полностью. Төбені көрдіңіздер ғой, звездное небо болып отыр ғой. Жалтырап, жанып, жұлдыздар аспанда жымыңдап сіздерге күліп тұр. Мұнан қараңыздар, мұнан барлығын осы пульттар арқылы светін өзгертуге болады. Так, қандай свет қояқ? Қызылға кетті. Звездное небомыз қызыл. Жасыл, көк, сары, неше түрлі светтерді осы жерден көре аламыз. Toyota бренді бойынша. Және мына жерде тоже көріп тұрсыздар, подстаканчиктары, розеткалары 220 вольт беретін полностью розеткаларына дейін тұр. Көлемі бойынша енді бұл микроавтобус қой. Үлкендігін көріп тұрсыздар, қандай үлкен кеңдікте мынаны созып алып тұрып спальня ретінде ұйықтасаңыздар да болады. Алматыдан Атырауға, Ақтауға кеттік дейтін машиналардың бірі осы ғой. Керемет. Ал үшінші рядқа көрсек, бұл мынаның үстінде тұрудың өзін қараңыздар. Емін еркін тұрасың ғой, емін еркін бір футболный площадкада жүрген сияқты жүрсің ғой. Мына жерді қараңдар, бой, родной. Алдында арнайы шкафтары бар, киімдеріңізді шешіп сақ қойсыздар. Мықты. Сиденья өте үлкен көлемде. Бағана айтқаным сияқты үлкен көтені бар қыздың өзі мына жерде рахаттанып отыратын болады. Ал мына жақта беспроводной зарядка және де полностью 220 вольт беретін розеткалар, USB-лар полностью барлығы тұр. Терезелерін айтайық. Терезелері арнайы осындай жаптырмаларымен. Одан бөлек мына терезе деген автобустың терезесі сияқты былай ашылады екен. Магнитофондарын қараңыздар. Керемет! Вау! Сиденьяның артқы бөлімі полностью кожа, рожа. Страшно, жігіттер. Майбах. Жаным бөлексің ғой, тұлпар. Есігінің өзінің ашылуына
Міне ішкі салонын көрсетейік. Майбақтың бежевый кожа рожа, полный полигімен, панелімен, полностью рулімен, капитанский сиденьяларымен, массажерларымен. Ал артқы бөліміне келсек, айтқандағыдай капитанский сиденья, кресло, тоже солай. Управление мына жақта, сотка зарядтайым десеңіздер, осы жерде беспроводной. Арт жағын қараңыздар. Дәл осылай артқы бөлімнің өзін көрсеңіздер, ноутбук қойып ап, немесе тамақ ішіп, жолда барлығын істеуге болады. Ё-моё, топ қой мына топ. Мына жерге сушняктарыңызды қойып қоясыздар, ноутбуктарыңызды қойып қоясыздар. Бите бір как будто бизнесмен, немесе әкім, немесе президент сияқты деп отырасыздар. Страшно. Бәріңізге сондай болып бұйыртсын. Дәл осындай қазақтар осындай мәшіне мінсін, жүрсін. Елде мініп жүр ғой. Қай жерімізге елден. Одан бөлек. Астыңғы жағына келейік. Бұл жерде беспроводной зарядка тоже. Подстаканчик, ар жағында холодильниктары. Мұнда несі бар екен? Мұнда тоже бірдеңкесі бар екен. Ё-майо, мынау деген страшно жігіттер. Мына жерге заттарыңызды немесе аяқ киімдеріңізді шешіп қойып салып қоюға болады екен. Қараңыздар. Аяқ киім салғышы. Бұлай аяқ киім тұрайды, болмаса ашасыздар да аяқты шешесіздер де сақ қоясыздар бүйтіп. Екі аяқ смело сияқты. Шо там? Бөлек па? Палуан ғой. Одан бөлек. Үшінші рядына кетейік. Мынаны айта кетейік мынаны. Мынау телевизор. Қазақша айтқанда полностью кино көруге болады, мультиктарыңыз қосып қоюға болады. Төбеміз тоже пультпен ауысады. Светтерін бәрін ауыстыруға болады. Инопланетан болып кайфовать етіп жүресіздер. Ал үшінші рядқа. Бұл жерде, ойбай, бұл жердің өзі. Бағанағы айтқан көтен үлкендеу қыздың екеуі отыруға болады екен. Керемет. Мына жерде тоже қараңыздар. Панель управления. Полный. Управлять етсеңіздер болады. Терезесі шторкамен. Кожа рожа. Майбах. Майбах деген логотиптары көрінген жерден көре аласыздар. Қай жеріңізге қарасаңыздар да Майбах. Богатый көрсетеді. Ал кеттік. Келесі капитанский сиденьяға жатып көрсетеміз сіздерге. Дәл қазір, дәл осы сиденьяға жатып көрейік. Аяқты шешеміз әуелі. Қалай кайфовать етуді көрсетейік сіздерге. Қалай бұлар байлар кайфовать етеді. Аяқты бұлай саламыз, жабамыз. Аяғымызды көтеріп аламыз. Мынаны ашып аламыз. Стоп, мына жерде бізде басқа дүние тұрсын деп. Дәл осылай массажды қосып қоямыз да. Атырау жди меня деп мына кожаны бүйтіп сипалап жатамыз ғой. О, керемет. Атып тұрасыздар да, тамақтарыңыз ішіп аласыздар да, жұмыстарыңыз істеп аласыздар да, қайта массаж аласыздар да, ұйқыға кетесіздер. Мама бөлек екен. Болды, қалам мен осында деп қош. Ё-моё, страшно бар үшін надаш. Бұйыртса 2 жылда арманым ретінде, мақсатым ретінде осы көліктерді қоям. Семейный. Керемет. Әл-Фарабидің бойында лишний водителімді алып алам да. Әйел бала шағамды отырғызып алам да. Ресторанына тамаққа кетіп баратам ғой. Сөйтіп бүйтіп Майбақтан түсім ғой. Үстіде костюм шалы бар. Есігімді ашып берді айтпақшыдай. Сөйтін кезде есігімді ашып берді. Түсіп алам да бүйтіп. Бала шағамның қолына ұстап алам да дальше кетем ғой. Бұйыртса әуелі алла дейік. Сол, жігіттер, бәрімізге дәл осындай Майбақтар, Мерседестер, үлкен BMW сияқты брендтер әр қазаққа бұйыртсын. Әр қазақ мінуі тиіс, еңбектену керек, болашақ өзіміздің қолымызда. Керемет.